Стандарттуу және сертификаттау білім беру бағдарламасына арналған шикізат және дайын өнімдердің қасиеттерін зерттеу әдістері пәні бойынша лекция. Бүгінгі лекция 14-ші, яғни желімтекті заттар. Жоспары: пектин, агар, агароид, желатин. Пектин дегеніміз құрамында пектин заттары бар өнімдер, яғни қант және қышқылдың қатысуымен сілікпе түзу қабілетіне байланысты негізінен тамақ өнеркәсібінде көптеп қолданылады. Пектинді жеміс-жидек, мармелад, дірілдек, джем, пастила, жеміс-жидекті салма, тағы да басқа да өндірісте пайдаланады. Пектинді заттар бұлар жеміс-жидек және өсімдіктердің түйнегінде және сабақтарында кездесетін екінші реттік полисахаридтер болып табылады. Өсімдік және көкөністерде пектинді заттардың массалық үлесі орта есеппен 0,5-тен 2,5%-ға дейін кездеседі. Пектинді заттардың құрылысы негізінен галактуран қышқылының қалдықтарынан құралған тармақталған тізбектен тұрады. Пектинді заттар өсімдікте еріген, яғни еритін пектин немесе ерімеген протопектин күйде кездеседі. Пектиндер ол көбінесе жеміс-жидектердің жетілу мерзіміне байланысты өзгеріп отырады. Агар дегеніміз теңіз балдырынан өндірілетін полисахаридтердің қоспасы. Оның құрамында басқа заттар да бар, сондықтан оны 4-6 сағат бойы суды жиі өзгертіп жуып отыру керек. Агар суық суда мүлдем ерімейді және жылы суда 90 градус температура және одан жоғары болғанда ғана жақсы ериді. Судың 4-10 еселік су мөлшерін сіңіреді. Суыту пайда болғанда коллоидты ерітінді сілікпе түзеді. Берік сілікпелердің агардың массалық үлесі 0,3-тен 1%-ға дейін болғанда алуға болады. Агар қантты сілікпелердің беріктігі агарлы сілікпе беріктігіне қарағанда жоғары. Агароид пен фурцеларан. Агардан басқа тағам өнеркәсібінде агароид және фурцеларан қолданылады. Агароид құрамында күкірт, натрий, калий, кальций тағы басқа кездесетін полисахарид. Агароидты филофора теңіз балдырынан алады. Сілікпе түзу қабілеті агарға қарағанда агароидтікі төмен, сондықтан оның көлемін 3 есе артығырақ қосады. Агарға қарағанда агароид негізінен сілікпе түзу жоғары температурада жүзеге асырылады. Тағамды қышқылдарының қатысуымен 70 градус температурадан жоғары температурада қыздырғанда агароидтан алынатын сілікпе шамалы болады. Фурцеларанды теңіз балдыры фурцеларадан алынады. Ол агарға ұқсас полисахарид. Фурцеларанның сілікпе түзу қабілеті агармен салыстырғанда агароид сияқты төмен болып келеді. Яғни өнімге қосу көлемі 1,5-2 есе көбірек қосу қажет. Агардың түсі күңгірт жасыл болады, ал агароид пен фурцеларанның түстері қою қызыл түстес болып келеді. Желатин. Желатинді кондитер өндірісінде дірілдек дайындау, сонымен қатар шараптарды түстендіру кезінде түссіздендіргіш ретінде қолданылады. Желатинді көбінесе сүйектен, сіңірден және малдың терісінен алынатын ақуыз. Желатин судың 10-12 есе мөлшерін сіңіре отырып, суда ісінеді, ерітінді салқындату кезінде сілікпе түзейді. Сілікпе түзу үшін қажетті желатин мөлшері 1-8%-ды қамтиды. Сіздердің назарларыңызға осы тақырып бойынша қолданылатын әдебиеттер тізімі ұсынылып отыр.